королевский салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге шампиньоны қажет. Біз оны былай турап аламыз, және де оны пиязбен бірге қуыратын боламыз. Және де грецкий орех қажет, және де 200 граммдай қайнатылған тауық еті қажет. Бізде бұл куриный грудинка, сәбіз және картоп қажет қайнатылған. Біз бұны теркіден өткізіп аламыз. Дәміне қарата қара бұрыш, майонез қажет, және де тұз қажет. Қазір біз шампиньонды кесіп, турап, қуыратын боламыз. Сұйық май құямыз. Және шампиньондарын саламыз. Шампиньондарды салдық. Енді майда қуырып аламыз. Мінекей аздап пияз салдық, енді қуырып аламыз. Мынандай үлкен ақ тарелкамызды алып алдық. Оған тортты құрастыруға арналған кальцийімізді салдық. Енді астына бірінші слойға тауық етін салатын боламыз. Слойға біз майонез жағып алдық. Енді аздап қара бұрыш сепсек болады, дәміне қарата. Енді сәбізімізді жібереміз екінші слойына. Мінекей сәбізімізді салып алдық. Енді бұл қабатына да майонез жағамыз. Енді қуырылған шампиньонымызды саламыз. Бұл слой бізде майда қуырылғандықтан мұнда майонез жақпаймыз. Үстіне бірден картопты саламыз. Енді картопқа майонез құямыз. Енді бұның үстіне грецкий орехымызды саламыз. Грецкий орехты пышақтың көмегімен осылай кесіп алдық. Кальциясына шешеміз. Сырды өз қалауыңызша көбірек салсаңыз болады. Әртүрлі аскөктердің көмегімен әсемдесеңіз болады. Өте тойымды әрі өте дәмді салат. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сырды өз қалауыңызша көбірек теркіден өткізіп бетіне сепсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.